Дәл қазір менің 10 минутым басталды. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Арука Никс, менің арнама видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видео бізде әдеттегідей 10-10 челлендж. Және де мен сіздерге қазір осы видео бойы 10-10 челлендждің ережелерін айтып түсіндіретін боламын. Және де мен қазір сіздерге сәлем дегенде өзімнің қолымды көрсете алмадым. Неліктен? Себебі менің қолым жаман достар. Мынау не? Бұл менің анамның тырнақтары, яғни уақытша жабысатын тырнақтар, яғни былай айтқанда накладной тырнақтар. Соны мен бүгін 10 минут осы тырнақтармен анамның маған берген тапсырмаларын орындайтын болам. Міне олар осындай қара түсті, олар өте ұзын маған. Ол негізі анамдікі, анамда оны былай онша көп жабыстырмайды. Бірақ та мен бірінші рет тырнақ жабыстырып тұрмын. Сондықтан олар қазір түсіп қалатын сияқты сондай бір сезім бар. Және де бұл онша біз қатты жабыстырған жоқпыз. Менің тырнағым ауырып қалмасын деп, сондықтан бұл жай жабысып тұр. Сондықтан мен қазір анамның маған берген тапсырмаларын орындайтын боламын. 10 минут бойы. Менде әлі 8 минут бар екен, сондықтан уақыт тығыз, тез орындай берейік. Бірінші анам менің тапсырма. Мына қағазға Арука Никс деп жазып көрсет. Достар, міне мына осындай маркер. Оны мен ұстай аламын. Егер тырнағым түсіп қалмаса, міне осындай маркер. Және де мен тырнақтарым көріп тұрсыздар, қара түсті, және де мынадай қағаз. Мен себеп тырнақтарым мен онша қатты ұстай алмаймын, себеп қараңыздар тырнақтарым қандай ұзын. Және де мен қазір бұл жаққа Арука Никс деп жазуым керек. Сіздерге көрініп тұрма. Достар, бұл тырнақпен жазған онша жақсы бұлай қолайлы емес. Мен бір сөзін қазақша жаздым Арука деп, біреуін ағылшынша Микс деп жаздым. Міне Арука Никс, сіздерге көрініп тұрма достар. Міне. Қазір дұрыстап көрсетемін. Міне сіздерге көрініп тұрған шығар. Ал дұрыс қой, е? Дұрыс. Болады. Енді жақсы. Келесі тапсырма. Мен тырнақтарым түсіп қалмасын. Міне мен сізге берейін. Бізде әлі 7 минут бар. Жақсы бұл. Міне маркер. Келесі тапсырма. Мен достар анамның маған жасаған тапсырмаларын ешқайсысын білмеймін. Мына таяқшалардың арасынан 5-еуін алып, жеке-жеке алып көрсетуім керек. Беруім керек маған. Қалай аламын бұны? Аламын. Біреу алдым достар. Достар, біреу түседі қазір. Бір тырнақ түседі. Тырнақ түсейін деп жатыр. Мына тырнақ түсейін деп жатыр. Бірақ та мен ала аламын. Алыңыз, жерге түсіп қалмасын. Жерге түсіп қалмасын. Саналды ғой, е? 3 саналды. 4. Саналды ма? 5-ші саналды. Саналды ма? Екеуі түсіп қалды ғой. Саналып жатыр. 5. Үшеу сіздің қолыңызға тиді, екеуі жерге түсіп қалды. Бірақ та саналады. Саналды, достар, мен істедім бір нәрсе осы қолыммен. Келесі мен достар, анамның маған тапсырма жасағандарын ешқайсысын білмеймін, шын айтамын. Шынымен ғой, анашым? Мына 4 ыдысты бөліп тіркелушіге көрсет. Анашы, мен тырнағым түсіп қалады. Енді не істемейміз? Бұл челлендж. Бұл оңай, себебіне бұлай алып жатырмын. 1, 2, мында қоя берейін. 3, бұл оңай болды. Және де 4. Міне, бұл тапсырма оңай болды. Бұл видео оңай болған жоқ. Жаңағы жазған мен, жаңағы тіс тазалайтын. Келесі тапсырма, мына стақандарды пакеттің ішіне шығару керек. Ақырын асықпа. Әрқайсысын тағы да бір-бірден көрсету керек па? Жоқ, енді осының ішіне шығарсаң да жаман емес. Жарайды. Жоқ, анашы, бұл қазір қиын болады ғой. Ұзын ғой ма пакет? Мен қысқа болады деп ойлағам, достар, қараңыздар қандай ұзын пакет. Мен және де соның ішінен ана стакандарды шығару керек. Бұл жабық пакет па не? Жоқ, ашық пакет, бірақ соның ішінен шығару керек. Қай жағы? Айналдырып көрсем, ашық, шет ашық. Мына жағы ашық екен ғой. Онда оңай ғой. Соның ішіне шығару керек. Міне, анашым. Міне шығардым достар.
Осындай стакандар шығардым. Бізде әлі 5 минут бар екен, уақыт өте көп. Әрқайсысын бір-бірден алайын ба? Алып көр, бірнеше бөлікке бөлсең болады. Жарайды, міне 3, 4. Міне тағы да 1, 2, 3, 4, 5. Міне тағы да 1, 2, 3, 4, 5, 6. Келесі тапсырма. Мына қағаздарды бөліктерге бөліп көрсет. Достар, қараңыздар. Мен мына жақта тырнақтарым былай қатты жабысып жатыр. Сондықтан маған қазір менің ойымша бір түрлі болатын сияқты. Міне біреу. Не екеу. Қайсы? Достардан қараңыздар, мына түсіп бара жатыр. Екіншісі. Ортасына жабыстырып. Қазір ортасында жабыстырып алса бола ма? Әйтпесе түсіп қалады, сондықтан сіздерге қызықсыз болып қалады. Мен жабыстырып қойдым кішкене. Қайтадан түсіп бара жатыр. Міне үшінші. Бұл жақта көп. 4-ші. Жоқ. Көп емес екен. Мынада түсіп бара жатыр. Ой. Жабыстырып қойдым. Болды, тұра берсін. Мына соңғысы. Бұл енді кішкене қиынырақ болды әрине. Ой, кешен бейдім. Бұл әрине кішкене қиынырақ болды, достар. Қараңыздар, мынадай тырнақтармен. Егер де осындай видеоны 24 сағаттығын қаласаңыздар, міндетті түрде комментарийға жазамын, және де барынша көп лайк жинап көріңіздер. Болды ма? Келесі тапсырма мына гельдің қақпағын ашуың керек, мына жақта қақпағын, тетігін. Оңғы қиын болса, сол қолмен басқа саусақтармен де көр. Ақырын. Осының қақпағын ашу керек. Негізі бұл өмірде оңай, бірақ қазір мен мынаны былай ұстап тұрамын. Енді тырнақты түсіріп ашса болмай ма? Жоқ, кәдімгі былай. Үйтіп емес, жоғары қарай ақырын өтеруің керек, астырақтан. Басқа ана саусақтармен. Ой емес. Қалай? Бас бармақпен. Бұлайнан итеріп көрдім тырнағым. Тырнақ итермей жатыр. Орындадың ба? Байқа енді. Тырнақ сынып жатыр. Ашылған жоқ әлі. Аштым. Мынау тырнақ сынып қала жазады, достар. Мен мынаны былай ұстап тұрдым да, қатты сосын былай аштым ғой. Қатты қиын болды. Қайтадан жауып қойдым. Аштым және де жаптым. Міне. Және де бізде әлі 2 минут бар. Бізде 2 минут бар, достар. Енді соңғы сушиді білесің ғой қалай жеу керек екен. Суши құсатып мынаны таяқшаны ұстап, достарыңа көрсетесің. Суши жегендей қылып көрсетуің керек. Сіз қараңыздар, мынау тырнағым түсіп бара жатыр. Осы тырнақ жаңада түсіп бара жатқан. Өйткені ол көп кедергіге ұшырап жоқ. Достарыңа сұрап көр қалай ұстау керек дұрыс. Достар, сіздер сушидің таяқшаларын қалай ұстайсыздар? Сіз жаңа бұны мына пакеттен алдыңыз ба? Иә. Достар, мен мына пакетті ашу керек педім? Сен негізі мынаның ішіне салсаң болады қазір. Салып көрек онда. Осының ішіне салып. Қай жағынан? Мына жағынан. Қазір. Ақырын асықпай жаса енді. Бір-біртіндеп салса да болады? Жоқ, екеуін бірге салу керек. Болмайды. Болып жатыр. Салам. Салдым. Міне, достар, мен ішіне салдым. Себебі қазір сушиді қалай жейтін көрсеткен кішкене бір түрлі болып қалама. Міне, достар, мен салдым. Ал бізде 58 секунд қалды. Достар, міне мен осы тырнақтармен 10 минут бойы жүрдім. Және де анамның маған дайындаған тапсырмаларын орындадым. Сондықтан міндетті түрде лайк басыңыздар. Осындай тырнақтармен 24 сағат жүргенімді қаласаңыздар. Лайк басамыз, комментарийға жазамыз, және де міндетті түрде арнама тіркеліп кетеміз. Яғни осы видеоның астында қызыл түсті подписаться деген батырма болады. Міндетті түрде сол батырмаға басып тіркеліп кетеміз. Ал бүгінгі видео тамамдалды. Бізде 30 секунд қалды. Мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Және де келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Келесі видеода кездескенше. Бізде әлі 15 секунд бар. Сондықтан міне осындай тырнақтармен 24 сағат жүргенімді қаласаңыздар, комментарийға жазамыз. Және де бұл видео сіздерге ұнаса міндетті түрде лайк басамыз.
Менде 4 секунд, 3 секунд, 2 секунд, 1 секунд менің уақытым тәмамдалды. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.